Сәтсіздіктерге қапаланба. Бәрі де құлайды. Тек кейбіреулер орнынан тез тұрады, ал кейбіреулер жата береді қыңсылап. Қашан сен көтерілгенде, достарың сенің кім екеніңді біледі. Қашан сен құлағанда, сен достарыңның кім екенін білесің. Әрбір төбелескен адамың сенің дұшпаның емес. Әрбір саған көмектескен адам сенің досың емес. Шайқастың ең қиын бөлігі бұл жаттығу кезеңі. Өйткені сенсеңіз де сенбесеңіз де төбелестің ең оңай кезеңі ол шайқастың нақ өзі. Қорқу сенің ең жақын досың және ең залым дұшпаның. Ол от сияқты. Егер отты бақылай алсаң, тамақ дайындай аласың. Егер бақылауды жоғалтсаң, ол айналаңды өртке орап, сені өлтіріп тынады. Адам берілмегенше, ол өз тағдырынан күштірек. Дисциплина жоқ болса, қаншалықты мықты не әлсіз екенің маңызды емес. Қашан болмасын, сенің ең күшті соққыларыңа төтеп бере алатын мықты жігітке тап боласың. Және ол алға жылжи береді. Өйткені ол мықты. Ерлік пен асқақ рухты жоғалтпа. Дисциплина ойынға кірісетін кезі нақ осы сәт. Мен өмірімде ешкімнен қорықпаймын. Көше жауынгерінен және Алладан басқа. Ең қорқынышты соққы ол сен көрмейтін соққы. Егер мен ертең өлсем, онда менің дұшпандарым бүгін өледі. Қашан маған ауыр кезде мен мынаны еске аламын. Егер мен беріле салсам, бұдан да жақсырақ бола қоймайды. Әр кез мен рингке шыққанда үрей болады. Бірақ бұрынғыдай мен өзіме сенімдімін. Сені сатқан, саған бір рет қиянат жасап, кешірілген адам саған өмір бойы қиянат жасайтын болады. Шайқас 13 секундқа ғана созылуы керек. 2 секунд жақындауға, 1 секунд соққыға, қалған 10 секунд реферидің кері санауына. Мен арманшылмын. Мен жұлдыздарға дейін жетуді армандаймын. Бірақ мен жұлдыздарды жіберіп алсам, бәрібір сонда да бұлттарды қармап, қолыма бір уыс іліп аламын. Адамдарға ешқашан өз проблемаларыңды айтпа. Олардың 80%-на қызық емес. Қалған 20%-ы қуанады сенде оның бар екеніне.